мына қазақ дейтін халыққа қызмет етуге тырысып отырған адаммын. Оны апарып дінге, тағы бір деңгейге тіреудің керегі жоқ. Мұсылман болады екенбіз деп тура пешке, тура жетектеп апаратындай тұмшаланып, арабтардың бүткіл салт дәстүрін алып келіп қазаққа тықпалады. Көшеде жалаңаш жүргің келе ме? Жүре бер. Екеуінде де жоқ, ұят болады дейтін сөз жоқ. Ал енді біздің бұрынғы қазақ қоғамы қазір кішкене ер азаматтардың иығы түсіп кеткен. Өйткені еркекше жүретін, еркекше сөйлейтін, еркекше өмір сүретін әйел көбейді ғой. Біздің арнаны қолдап, бізге тіркеліп, подписаться батырмасымен қоңыраушаны басып қойыңыздар. Біз сіздер үшін тырысамыз. Ішкі мәдениет дегеннен шығады. Жалпы қазақ қыздарының, келіндерінің елдің бір сұрап әбден жалықтырған шығар. Бірақ солардың бүгінгі ұстанымы, жалпы ішкі мәдениеті сізді көп ойландыратын елдің бәрі біледі. Содан кейін де осы сұрақ көп қойылатын шығар. Жалпы, егер бір жүйе болатын болса, Зейнеп Ахметованы біздің қыздар педагогикалық университеті сабақ беруге шақырған жоқ па? Жоқ. Шақырса барар ма едіңіз? Шақырса барар едім. Өйткені әлгі білгеніңді айтпасаң, ол да кінә дейді. Менің де жасым біразға келіп қалды. Кітапқа жазып атырым, шамам келгенше, мен үйде отырып, шамам келгенше, мына қазақ дейтін халыққа қызмет етуге тырысып отырған адаммын. Ештеңе сұрап атқан жоқпын ешкімнен, солай. Ал бірақ та айналада көретін көзің болғаннан кейін, еститін құлағың болғаннан кейін, мына айланадағы болып жатқан нәрселерге көзі жұмып отыра алмайды екенсің. Әсіресе мен сияқты жаңағы ұлттық салт дәстүр құндылықтарды қатты бағалайтын адам үшін талай нәрсені қисайып бара жатқанын көргенде шыдай алмаймын мен. Сөйлеуге тырысам, айтуға, жазуға тырысам, қазақтың салтын қайта жасаудың керегі жоқ. Ол баяғыдан келе жатыр. Тек қана кешегі бабаларымыз жасап кеткен жақсы дәстүрді бүгінгі жаңамен ұштастыру керек. Бүгінгі жаңамен үйлестіру керек. Оны апарып дінге, тағы бір деңгейге тіреудің керегі жоқ. Қайда шыққанын сіз қайдан аласыз? Маған қызық дүние источник деген болады ғой. Біріншіден кез келген біз салттың, дәстүрдің өзінің бір идеясы бар ғой, тектедегі емес қой. Ол қайдан аласыз осыны сіз? Әрине, біздің қазақтың салт дәстүрінің барлығының негізі бар. Содан кейін адам таңғаларлық нәрсе, барлығы тектілікке, әдептілікке барып тіреледі. Имандылыққа барып тіреледі бұның барлығы. Мен бір нәрсені айтайын. Кез келген адамның толыққанды жаңағы кемелденген адам болуы үшін адамға мына қоғамда белгілі бір тосқа ол критериялар керек болады. Ол не? Айтайық, дін, заң, содан кейін сол адамның ұлттық өзінің менталитет, ұлттық құндылықтары ұлттың. Енді осыны қарап көрейік. Мысалы батыста заң басым. Батыс заңға бағынады, батыста заң басым. Оларда дін деген оншалық бүйтіп әспеттеліп жатпайды. Олар заңда жазылмағанның бәрін істейді. Көшеде жалаңаш жүргің келе ме? Жүре бер. Көшеде сүйісіп тұрасың ба? Тұра бер деген сияқты мысалы. Ол заңда жазылмағанның барлығын істей беруге қақылы. Сондықтан бірақ заңға бағынады. Оған айтады, мынаны ұрлық қылма, түрмеге түсесің, адам өлтірсең атыласың дейді. Мынаны істесең сотталасың дейді. Көрдің ба? Олар заңды жақсы біледі. Енді негізінен шығыс дінге бағынады. Дін мұсылман елдерінде заңның үстінде тұрады. Мұсылман елдерінде. Мен айтып отырғаным сол, мұсылман елдерінде. Олар айтады, мынаны жеме, бұл харам дейді, сен жемейсің. Мынаны істеме, бұл күнә болады дейді. Мынаны істесең дозаққа түсесің дейді. Мынаны істесең Алланың қаһарына ұшырайсың дейді. Бұлай қарап тұрсаң, заңда, дінде екеуде жаңағы қорқытып, адамды кәдімгідей сескендіріп, сөйтіп бағындырады. Ол дұрыс, жарайды. Дінге де, заңға да бағыну керек. Бірақ екеуінде де ұят болады дейтін сөз жоқ.
екеуінде де жоқ, ұят болады дейтін сөз жоқ. Ал енді біздің бұрынғы қазақ қоғамы бір ауыз сөзбен ұят болады дейтұғын сөзбен тәрбиеленген. Ұрлық қылма, ел жұрттан ұят болады. Бұл заңда бар ғой, мысалы былай қарап тұрсаң, вот мысалы үшін былай өзің сен қағазға жазып көрші, бір сызықты қойда мынау ұят де. Оның қасына адамгершілік, әртүрлі қасиеттің бәрін нөл қылып жаз. Енді ана бір сияқты алып тастасаң, ананың барлығы түк болмай қалады. Міне сонда бүткіл мына адамның адам болып қалыптасуы, адамдық қасиеттердің барлығы бар ұятқа тіреледі. Ұят деген ұлы ұғым. Ал енді қарап тұрсаң қазір біздің ұятымызды жұлмалап жатыр. Батыс келіп жалаңаштады, шығыс келіп тұмшалады. Сонда бұл қазақ қайда қалды? Өзі азғантай бір уыс қазақ шақшадай басы шарадай болды. Мына біресе мына жаққа, мынау мәдениет екен деп жаңағы жалаңаштанып, сол батыстың кигенін киіп, жегенін жеп, ішкенін ішіп, істегенін істеп, сөйтіп тыртаңдап шыға келді. Мынау керемет, мынау біз мұсылман болады екенбіз деп тура пешке, тура жетектеп апаратындай тұмшаланып, арабтардың бүткіл салт дәстүрін алып келіп, қазаққа тықпалады. Айналып кетейін, қазақ ешқашан құдайсыз болған жоқ. Білдің бе? Ешқашан құдайсыз болған жоқ. Бірақ ауыз сөзбен айтады, құдайсыз қурайсынбайды дейді. Міне, том-том кітап оқудың керегі жоқ. Бірақ екі сөздің бірінде Құдайға шүкір дейді. Құдайға шүкір дейді. Жаман адамды құдайсыз дейді. Жақсы адамды құдайы бар екен дейді. Көрдің бе? Бәрін құдаймен байланыстырар. Бірақ қазақ фанатик емес. Ана сыртқы атрибуттарды ғана қабылдап қалып, әшейін кешке дейін басын сәждеден алмайтын халық емес. Қазақ өте құдайшыл халық. Бұл текті халық, текті, тамыры тереңге кеткен, алып бәйтерек секілді шайқалса да құлағы қиын халық. Ал енді осыны сырттан келіп шайқаушылар көбейіп жатыр. Әсіресе біздің ұлттық ұятымызды жұлмалаушылар көп. Мен ақылыма сыймайтыны жоғарғы жақтағы мынау құзыры барлар, заң шығаратындар, осылар қайда қарап отыр деп таңғалам. Ұрпақ қайда кетіп бара жатыр? Қазақтың өзін бәленбайға бөлдік. Міне, ыдыратып жатыр. Бұл өте жаман нәрсе. Біздің ұлттық тұтастығымызға қауіп бұл. Мысалы, қазірдің өзінде атам заманнан келе жатқан баланы 40-нан шығаруды қандай адамның ойлап тапқанын білмеймін, енді 20 күнде шығара бастаған. Оларың не десем, күн мен түнді қосып санаймыз дейді. Көрдің бе? Бұл енді қазақтың салтына жасалып отырған қиянат. Әшейін ойынан шығарып отырған нәрсе. Немесе баланы тұсау, артынан кесу керек де айналып кетейін, ол артқа жүрмейді ғой, бала алға жүреді ғой. Тұсау кесу дегендің өзі баланы алдына тұрып, жаңағы ала жіп таяғына байлап, сон алдын ашады. Алды ашылсын деп тұсауды кесіп, баланы жүгіртіп алып кетеді алдынан адам былай қарай тұрып, өзінің мән мағынасы бар. Тіпті сол ала жіптің өзін түсінбейді. Ой, кісінің ала жібін аттамасын деп дейді. Ол деген бір түкке тұрмайтын нәрсе ғой. Ол баланы әйтеуір біреудің бірдеңесінде іліп кетпесін деп тұсау кеспейді ғой. Бұның мән мағынасы өте тереңде жатыр. Кәдімгідей үлкен мағына. Міне қара, жаратушы ем жалғыз. Бір Құдай жалғыз. Қалған бәрі екіден. Бәрі екіден өмірде. Ер мен әйел, ыстық пен суық, аласа мен биік, қыс пен жаз өстіп кете береді. Тіпті жаман мен жақсы. Жаман мен жақсы. Бұл кете береді ары қарай. Бірінсіз бір өмір сүре алмайды. Бірі жүрген жерде екіншісі жүреді. Ол мүмкін емес. Көрдің бе? Сонда мынау ала жіп дегені осы өмір тіршіліктің бір нышаны, символы. Екеуін біріктіріп тұрып еседі бұлай. Көрдің бе? Екеуі бірге жүреді. Сонда басына жақсылықтар, басына бақ қонып жақсылықтар болған кезде асып тасып кетпесін, қиындыққа ұрынғанда басылып жүнжіп кетпесін, екеуінен тең өтсін деп пышақпен кеседі. Қайшымен кесуге болмайды. Қайшы деген екі түрлі жүз, екі түрлі пышақтың жүзінен
баланың өмірі қайшыланып қалады дейді қазақ. Бәрекелді. Қазір кішкене ер азаматтардың иығы түсіп кеткен. Өйткені еркекше жүретін, еркекше сөйлейтін, еркекше өмір сүретін әйел көбейді ғой өзі. Бірақ ешқашан ер мен әйел теңесе алмайды. Мен осыны айтудан жалықпаймын. Екеуі екі әлем. Жаратушы ием Алла тағала ол екеуін екі әлем қылып жаратқан. Әрқайсының мына жер бетіндегі өзінің атқаратын міндеті бар. Білдің бе? Әрқайсы өз орнында болса, сонда дүниенің шырқы бұзылмайды. Сондықтан мен әсіресе мына ер азаматтарымызға кішкене иықтарын көтеріп, еңсесін биіктетіп жүрсе екен деймін. Сол үшін тасты жарып шынар да шығады. Тасқа жабысып, жарбиып қына да шығады. Сол жарбиған қына болмай, тасты жарып шығатын шынардай болсын ер азаматтарымыз деймін. Әумин. Ал қыздар өзі қызы тәрбиесіз елдің іргесінен ырыс кетеді. Толысы төгіледі, тұнығы лайланады. Сөйтеді да ұрпақ жейдіп, жүн жейді. Сондықтан Алла тағала ақ күмістей адал, алтындай асыл қыздарымыз көп болсын деп тілеймін. Айтқаныңыз келсін. Әумин.